Саламатсыздар ма? Бүгін біз картоптан тез дайындалатын, тез желінетін фастфуд жасайтын боламыз. Көреміз. Бізге осындай 4 средний картошка керек. Кішірейтіп осылай бөліп ыдысымызға саламыз. Және салқын су құйып, суда пісіріп аламыз картошкамызды. Картошкамыз суда пісті. Енді бір шай қасықтай тұз салып, және аздап қара бұрыш сеуіп еземіз. Ештеңе қоспайсыздар, сүт ештеңе, просто осылай бір картошканың өзін ези береміз. Жақсылап езу керек, прям ешқандай комок ештеңе болмау керек. Сондықтан осылай бірнеше рет еземіз қайта-қайта. Және осындай аскөкті ұсақтап тураймыз. Енді осы аскөгімізді жаңағы туралған езілген картошкамызға саламыз. Және тағы да жақсылап араластырамыз. Және осындай ас қасықпен 4 ас қасық крахмал. Картошкамыз осындай тесто сияқты болу керек. Енді осындай сиырды күштен өткіземіз. Сиырымызды осы картошкамызға саламыз. Енді осы картошкамызды ортасынан бөліп жаямыз. Осылай шеттерін бөліп осылай түзеулеп бөліп аламыз. Енді осы дайын болған картошкамызды осындай ұзын-ұзын өзімізге ыңғайлы қылып бөлеміз өстіп. Ыңғайына қоймай жақсылап бөлу үшін. Енді осылай тавамызды қыздырып, ішіне май құйып, осы жаңағы картошкаларымызды осы майда қуырамыз.
Осылай бір жағынан қызарғанша қуырып алдық, айналдырдым. Екінші жағында осылай қызартып, сосын түсіре береміз. Қытырлақ картошкаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға қосылып, лайк басып, комментарий жазамыз. Сау болыңыздар. Ал қытырлақ картошкамыз дайын болды. Бисмиллах деп дәуін көрейік. Bir şekilde mixini yapıyoruz. Ben de hemen göreyim енді. Вау. Мынаны сатып бизнес бастап кетуге болады екен. Сырный соуспен жесе вообще күшті болатын шығар. Керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет шыққан. Советую.